Сәлем достар, сіздермен Жансұлу, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осылай беті жылтырап, дәмі бір жасағаннан керемет болып шығатын пахлаваның рецептін ұсынамын. Сіздер де видеоның соңына дейін қарап, менің рецептімен дайындап көріңіздер. Ендеше кеттік, алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ұнға сары майды үккіштен өткізіп араластырамыз. Сосын разрыхлительді де қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың үстіне жұмыртқаның сарысын, қаймақты салып араластыра отырып, қамыр илеміз. Иленген қамырдың бетін жауып, жарты сағатқа холодильникке қалдырамыз. Осы уақытта пахлаваның начинкасын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның ақуызын көпіртіп, қантты аз-аздан сала отырып, крем жасаймыз. Дайын болған кремнің үстіне үгітілген жаңғақ пен мейіз саламыз. Осымен біздің пахлаваның ішіне салынатын начинкамыз дайын. Енді холодильникте жарты сағат тынып тұрған қамырды алып, бірдей 3 бөлікке бөлеміз. Біздің пахлава 3 слойдан тұрады. Оның ортаңғы қамырын осылай жайып, 150 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Қалған екі қамырымызды бірдей көлемде етіп пергамент қағазына жаямыз. Алдын ала дайындап қойған начинканы тең 2 бөлікке бөліп, бірінші бөлігін жайылған қамырдың үстіне жағып, оның үстінен піскен тестаны орналастырамыз. Дәл солай начинканың екінші бөлігін тестаның үстіне салып, қамырдың үшіншісін жайып, пахлаваның бетін толықтай жабамыз. Әдемі көріну үшін пахлаваның шетін видеода мен көрсеткендей етіп орап шықсаңыздар болады. Пахлаваны пешке салмай жатып, өз қалауларыңызша көбіктің размерін белгілеп, осылай беткі қабатын кесіп аламыз. Пахлаваның бетіне жұмыртқаны жағып, үстіне жаңғақтарды орналастырамыз. Пахлаваны алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешке 20-25 минуттай ұстап пісіреміз. Пісуге 5 минут қалғанда бетіне сироп құйсаңыздар, беті жылтырап, әдемі болып шығады. Сироптың дайындалу жолын описаниеге қалдырамын. Осымен біздің пахлавамыз дайын, дәмі өте керемет болып шығады. Жасауға кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздер де жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жансұлу. Келесі кездескенше.